Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі Қазтан Тайық пәнен өтетін тақырыбымыз Тәуекел хан тұсындағы қазақ ханының оңтүстік шекараларының нығаюы. Дәптерімізді ашып қоямыз, бүгінгі тақырыпты жазамыз. Тәуекел хан тұсындағы қазақ хандығының оңтүстік шекараларының нығаюы. Оқу мақсаты қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтау, қазақ хандарының сыртқы саясатын талдау. Бағалау критерийлері Тәуекел ханның қазақ хандығын біріктіру үшін жүргізген саяси бағытын біледі. Ал енді балалар, өзіміз көріп тұрмыз сурет. Бұл суретте балалар Тәуекел хан. Дәптерімізге жазып қоямыз. Тәуекел хан дүниеге қай жылы келгені белгісіз. 1582-1598 жылдары билік құрған қазақ хандығының билеушісі. Ал енді балалар, білімнің сайтын қолданып, бейне материал көретін боламыз. Бір 1582-1597 жылдар аралығында қазақ хандығында Шығай ханның ұлы Тәуекел хан билік құрды. Бұл кезде қазақ хандығының сыртқы жағдайы өте ауыр еді. Бір жағынан, осы кезге дейін одақтас болып келген Бұхар ханы 2-ші Абдаллах қазақтарға қарсы шықса, екінші жағынан шығыста моңғолдар мен ойраттар қазақ жеріне үнемі қауіп төндіріп отырды. Тәуекел хан өз билігін өзбек билеушілерімен ұзақ күресте нығайта білді. 1582 жылы Ташкент аймағының билеушісі Баба Сұлтан бастаған қарсыластарын талқандады. Тәуекел ханның алдында тұрған саяси мәселелердің ең ауыры Бұхар хандығының билеушісі 2-ші Абдаллахпен күреседі. Себебі Бұхар хандығы сол кезде Орталық Азиядағы қуатты мемлекеттердің бірі саналатын. Сондай-ақ Түркістан, Сауран, Отырар, Сайрам, Ташкент сияқты қазақ халқына тиесілі қалалар да Бұхар хандығының иелігінде болатын. Осы себептерге байланысты қазақ хандығына тиесілі қалаларды қайтарып алу мақсатында Бұхар хандығымен соғысу қажеттілігі туды. 1598 жылы Бұхар хандығының ішкі саясатындағы қайшылықтарды пайдаланған Тәуекел хан Орта Азияға жорық жасауды бастайды. Нәтижесінде Бұхар әскерін талқандап, Самарқанд, Ташкент, Түркістан, Сауран, Отырар, Сайрам қалаларын қазақ хандығына қаратты. Інісі Есім Сұлтанды 20 мың әскерімен Самарқандта қалдырып, өзі 70-80 мың қолмен Өзбек хандығының астанасы Бұхара қаласын қоршау қалды. Бірақ ол Бұхар қаласын 20 күн қоршауда ұстап ала алмады. Осы шайқаста Тәуекел хан жараланып, әскеріне Бұхарадан шегінуге бұйрық береді. Көп кешікпей Тәуекел хан қайтыс болады. Тәуекел ханның 1597-1598 жылдары жүргізген соғыстарының нәтижесінде Ташкент, Ферғана, Сырдарияның ортағысының екі жағындағы егіншілік аудандар қазақ хандығының құрамына кіреді. Қазақ ордасы кейіннен Ферғананы қайтарып бергенімен, Ташкент 200 жыл бойы қазақтардың иелігінде болды. Тәуекел тұсындағы айтулы оқиғаның бірі 1594 жылы Мәскеуге Құлмұхамед бастаған тұңғыш қазақ елшілігінің жіберілуі болды. Елшіліктің мақсаты Тәуекел ханның тұтқындағы жиені Ораз Мұхамедті елге қайтару және Бұхар ханы Абдаллахқа қарсы күресте Мәскеудің қолдауын өтіну. Орыс мемлекеті де өз шарттарын қойды. Олар мынадай еді. Біріншіден, Тәуекел Ораз Мұхамедтің орнына өз ұлы Үсейінді аманатқа жіберуі тиіс. Екіншіден, орыс патшасының бұйрығымен көшімге қарсы соғысуы міндет. Бірақ екі жақтың да шарттары орындалған жоқ. Себебі Ораз Мұхамед елге оралмай, сол жақта қайтыс болады. Кейін Құлмұхамед елшілігіне жауап ретінде 1595 жылы Мәскеуден Тілмаш Вильямин Степанов қазақ хандығына жіберілді. Қазақ-орыс қатынастарының жақсаруы керуен саудасының одан әрі дамуына мүмкіндік берді. Сонымен балалар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Енді кішігірім конспект оқимыз. Кішігірім конспект Тәуекел хан туралы деректер.
Конспектті оқып аяқтасақ, балалар, тапсырма орындаймыз. Дәптерімізді ашып, бірінші тапсырма деп жазып қоямыз. Балалар, бос орындарды керекті сөздермен толтыр. Тәуекел ханым жорықтарын. Міне балалар, астында керекті сөздер. Баба Сұлтанға, Бұхара, 1598, 1582 және Ташкент. Балалар, керекті сөздерді қойып, бірінші тапсырманы аяқтасақ, екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырма, балалар, бізде тест. Екі сұраққа жауап берсек, балалар, келесі үшінші, төртінші, бесінші сұрақтарға жауап берейік. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.